Біздер бүгін фаршталған нан жасаймыз. Өте дәмді жеңіл астардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Ең бірінші магазиннен осындай багет сатып аламыз да. Оны үйге келіп, ішін бәрін шұқып алып тастаймыз. Дәл мен көрсеткендей етіп. Одан кейін бір сәбізімізбен бір жуамызды ұсақтап турап, сәбізді үлкен үкіштен өткізіп, табаға майымызды құйып, фаршымызды қуырып, оның үстіне жуамыз бен пиязымызды салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Тұздаймыз, бұрыштаймыз, дәміне қарай. Мінекей, біздің фаршымыз дайын болды. Енді осы дайын қоспаны нанымыздың ішіне саламыз, толтырып. Оның үстіне үкіштен өткізілген сиырымызды саламыз. Мен сиырдың екі түрінен салдым. Сіздер қандай салсаңыз да өзіңіз білесіз. 180 градуста сиырымыз ерігенше салып аламыз. Кемі 10 минут. Мінекей, біздің нанымыз дайын, өте дәмді, тойымды астардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.